Бүгін мен сендерге маңызды нәрсе туралы айтып беремін. Ол климаттың өзгеруі мәселесі. Жалпы климат деген не өзі? Ол неге өзгеріп жатыр? Климаттың өзгеруіне жүздеген, тіпті мыңдаған жылдар кетеді. Бірақ соңғы уақытта климат өте жылдам өзгеріп жатыр. Ал оның жылдам өзгеруі адам, жануарлар мен өсімдіктердің өмірін қиындатып отыр. Біз қозғалыс үшін жанармай, мұнай қолданған кезде немесе қала салу үшін ормандағы ағаштарды шапқанда атмосфераға парниктік газдар шығарамыз. Бұл газдар жер бетін жамылғы сияқты жауып, содан климат жылынады. Аптап ыстық, нөсер жауын, қатты дауылдар. Міне, осының бәрі климаттың өзгеруінің нәтижесі. Бірақ біз планетамызға көмектесе аламыз. Заттарды екінші рет қолдану жаңа тренд. Тісіңді тазалағанда, қолыңды жуғанда кранды жауып қоюды ұмытпа. Жарай ма? Ал машинаның орнына велосипедпен немесе автобуспен жүруге болады. Осылайша біз атмосфераға шығарылатын зиянды газдарды азайтамыз. Электроэнергиясында үнемдеу керек. Қажет болмаса, жарықты сөндір. Сен және мен екеуміз бірге табиғатымызды жақсарта аламыз. Климаттың өзгеруімен бірге күресейік. Жер шары біздің үлкен үйіміз. Оны қорғап, аялап ұстайық.